Bir gün Mekke'de taң намазынан шықтым. Өмірімде бір таң намазына барғам ғой. Сөйтіп гостиницаға қарай келе жатсам, бір екі апа кетіп бара жатыр екен. Қазақ көрсем барып амандаса беремін, әйтеуір анау бөтен елде қазақ бір ыстық көрінеді ғой. Мына жерде ғой жай беу деп жүргеніміз ше. Бардым да ассалаумағалейкум деп жетіп алып ше. Анау апа қарады да деп ше. Жаңағыма не болды апа, жын көрдіңіз ба дедім де. Қызы мен шешесі екен. Қызының өзі үлкен болып қалған, апа үлкен апа. Екеуі кетіп бара жатып, апа бір қап-қара негрді көрген ғой, қара нәсілді адам. Сөйтіп айтқан ғой, негрмен суретке түсіп алайық деген да. Сөйтсе ана қыз айтыпты, апа ол негрде негіз ғой, кім таниды оны? Ана гостиницада Жарқын деген имам жүр ғой, сонымен суретке түсейік та депті. Сөйтсе апасы айтқанда, оны енді қазір қаяқтан табасың деген ғой. Соны айттым дейді. Сол кезде мен барып ассалаумағалейкум дегенмін ғой. Қазір айтып келе жатыр дейді да, оны қазір қайдан табасың деп ше. Алдыңызға әкеліп қойды. Құдай әкеліп қойды да. Біз соншалықты дәрежеміз төмен, біз бұндайлардың бәрін ше совпадение дейді ғой бізде ше. Анау совпадение деп қояды ше. Совпадение болмайды мына дүниеде. Құдай бәрін реттестіріп қойған ше. Совпадение деген, случайность деген ше болмайды. Бұның бәрін Құдай адамдардың ниеттеріне қарай турлап қойған.